ертең ұлымның туған күні, солай бала-шағаны салып алып, ертеңгі туған күнге дайындық, кішігірім дайындық жасайық дедік. Үйден шығып бара жатқан кезде әрине гүлімге бірінші сабыр бер деп шығасың. Оңай емес, екеуі де кішкентай. Ал сіздер бала-шағамен шыққан кезде не бер деп сұрайсыздар. Шығып бара жатып, Құдай маған сабыр бер деп шығам ғой үйден. Ұлым туған күн асыға күтіп жүр. 2 күн қалды, 3 күн қалды, 4 күн қалды деп. Білмеймін, happy birthday деп торт үрлеймін деп әрі қатты күтіп жүр туған күн. Солай туған күннің бастамасы деп балама кішігірім шопинг жасадық. Онда да балаларды киіндіріп шығарып, содан кейін балалардың қарны ашып кетті деп балаларға тамақ алып бердік. Менің аузым берік, бұларға деген әлім қалмады ғой. Өзім де шопинг жасаймын деп ойлағам ғой. 1-2 бутикке кірдік та қош осы жерден ала салайық деп әйтеуір шығып кеттік. Солай балалардың қарнын тойдырып алдық та 2 бала да құлады. Мен шаршайын ба десем, бұлар шаршап отыр ғой. Ұлымның сәдегіне кішігірім сюрприз жасағым келіп тұр. Бірақ енді ол видеоны келесіде көрсетемін. Күн атқанда шығып еді, күн батқанда үйге қайттық қой. Ой, бұлар кішкентай, мақау не біледі дейміз ғой, бірақ сонда да мама маған андай алып бер, мындай алып бер деп киімді таңдап жатсақ, мама мен мынандай, мама кимеймін, маған мынандай керек деп өзі таңдап алады. Ойбай, не дейсің енді? Нәтижеде баламна алған киімдерге обзор жасап жатырмын. Алматының ауа райын түсінбейсің, біресе ысып кетеді, біресе мұздап кетеді, біресе жел болады, біресе қар болады. Әйтеуір биыл қыс болмайды деп қыстың көкесін биыл көрген сияқты қой. Солай баламның негізі джинсы, шалбар деген сияқты андай киімдері бар да, бірақ садикке ыңғайлы киімдер керек қой, трико, көне, футболка деген сияқты. Алдыңғы жылғы киген киімдерінің бәрі қысқарып қалған, уже бойы өсіп, тез өсіп кетеді деген осы екен ғой. Ұлы сөздің ұяты жоқ. Бұрында мамамыз айтатын еді, өзімізге бір трусиға алмаймыз деп. Сол сияқты балаң өсе келе сен де өзіңде киім алуды қояды екенсің ғой. Сол кезде неге түсінбейтін едік, неге өздеріне де алмайды деп. Ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің деген осы екен ғой. Осылар ішсін, осылар жесін дейміз ғой. Әрине ертең өсе келе, есейе келе осының қадірін бәрін білсе жақсы ғой. Ал сіздер үйде балаларыңызға қатал қарайсыздар ма? Қай кезден бастап балаға қатал қараған дұрыс? Ал енді кезек сіздерді ой пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер, және де баламның сәдегіне қандай сюрприз жасағым қызық болса видео сал деп жазып кетіңіздер.